Алғашқы кездері талай қақтығыста, кісі өлімі де болған. Мұндай қорлықты өмірі көрмеген, далада еркін жүріп, аттың үстінде өскен кейбір намысқой жігіттер, қамшымен-ақ а дегенде олардың бірнешеуін баудай түсіріп, быт-шытын шығарған. Бірақ ештемеден тайынбайтын олармен қашан қалса бересің. Пәледен машайық қашыпты деп, бұл төңірекке жоламайтын болғанбыз. Оның үстіне, сонау айғыр жалдан бергі осы қақпаққа дейінгі жазықты түгел жыртып, егін салып, бәренге кеп тастады. Жаздай қатын қалаштармен жабылып, соның төңірегінде жүреді. Сонымен ары бері мал айдағанда, не мына Текес өзенінің арғы жағымен, не мына қақпақтың басымен асырып, осы Қызылұшты қырпулап өтетін болдық. Басқа мал қалмады сорлы қазақтың. Өйткені сол казак-орыстар шенейінен шембақа жүргізбейтін болды. Бөрібай сәл үнсіз отырып қалды. Тінәлі мен таң жарық, тым-тырыс отырып қалған. Отырған орыннан ары-бері нығырлана қозғалған Бөрібай сұрлана түсіп, шықшыттарын ойнатып отырып, екеуіне ақырын көз тастап өтті де: солай жиенжан, бұл ел не көрмеді дейсің? Қыстау болса жайлау жоқ, жүрген жері тарылды деп, марқұм Асан ақын бекер зарлаған жоқ қой. Соңғы өлең жолдарын естігенде, бағанадан бері тәптік болып қалшиып, біресе қуарып, біресе қызарып, іші алай-дүлей болып, бұлығып отырған Тінәлі, басын селт еткізіп, Бөрібайға бір қарап қойды да, тамағын кенеп: ой бөкі, қайдағыны қозғап, бітеу жараның аузын тырнағандай болдыңыз-ау. Марқұм Албан Асан ағып тұрған ақын еді ғой. Зарлап жүріп өтті дүниеден. Аузыңызға түскен екен, бөкі, мына ақын балада тыңдасын, мен оның осы әңгімемізге байланысты шығарған өлеңін айтып берейін. Талды бұлақ көк қырға, қызыл қия бел далды. Бақ терек, бақыт қурай, жаппаты өстеген кенді алды. Қара бұлақ, сар жазық, Текесті де енді алды. Ой қарағай, дардамты, үш қара төрді алды. Есек қартқан сүмбе мен қоныстың шеті енді алды. Албан бұғы бұл күнде кен қоныстан айрылды. Балықты көл өзен су, ұлыққа бәрі қайырылды. Қыстау болса жайлау жоқ, жүрген жері тарылды деп, екпіндей сөйлеп тоқтады Тінәлі. Бөрібай сөйлегенде үнсіз қозғалмай отырып қалған таң жарық, мына өлеңнен кейін елеңдеп арқас қозған бақсыдай, біресе малдас құрып, біресе тізерлеп, үлкен қой көзі жалт-жұлт етіп серпіліп қалды. Япырай, не сұмдықтар болыпты ғой. Қазақ сорлыға күн көрсетпеген екен-ау тіпті. Бәсе, әңгімеңізді айта беріңіз Бөрібай аға, деді де таң жарық Тінәліге бұрылып. Асан дедіңіз бе, жаңағы ақынды? Шындығында ағып тұрған ақын екен. Әлі талай ақынның өлеңін естисің, өзің көресің жиенжан. Мына Тінәлі ағаңның өзі де ақын, өлеңші. Амандық болса, жақында жайлауға көшеміз. Қызық думан ойын тойдың, әнші өлеңшінің бәрі сонда. Бәрін көресің, танысасың. Деп еді Бөрібай, таң жарық одан ары лып етіп Тінәліге бұрылды. Ұмсынып бір нәрсе дей бергенше сөзге Тінәлі өз араласып: ой бөкің, мені тіпті асырамақтап жібердіңіз ғой. Біздікін шейін ауылдың ойын тойындағы ғана нәрсе ғой.
Жаңағы асан, көдөк, қойдым сияқты ақындардың қасында біз кімбіз деш? Қой, олай деме Тінәлі. Мына жиенжан саған босқа үйір боп жүрген жоқ. Құдай білдіреді, сездіреді. Ақындық, өлеңшілік дегенде үлкен қасиет. Анау мынау адамға қона бермейді. Онан да таң жарықты ертіп жүріп, жаздай Албанның ақындарымен таныстыр, өлеңдерін үйрет. Оныңыз дұрыс қой, Бөкі. Біз де бұл баланы бекер ертіп жүрген жоқпыз ғой. Қолдан келсе, әлі талай бәйгеге баптап қосамыз деп, Тінәлі қасында отырған таң жарықтың иығына қолын салды. Солай ма, ақын бала? Таң жарық орнынан қопаңдай қозғалып: Рахмет сіздерге. Мен де шамам келгенше сенімдеріңізді ақтауға тырысамын, деп жүзі ерекше нұрлана күлімсірей сөйледі. Малдас құрып отырған Бөрібай аяқтарын созып бір жан бастап қисайды да: Қалай, ақындар, шөлдеген жоқсыңдар ма? Деді ана екеуіне бұрылып. Шөлдесеңдер айтыңдар. Мына орта қақпақтың аңғарында Қазыбектің ауылы отыр. Барып қымыз ішейік. Жоқ, Бөкі, деді Тінәлі таң жарыққа қарап. Мына қонағымызды шөлдетіп алмасақ? Жоқ, мен шөлдеген жоқпын, деді таң жарық. Онан да сіздердің әңгімелеріңізді тыңдайық. Бөкеңнің әңгімесі үзіліп қалды ғой. Ой, біздің әңгіме таусылмайды ғой. Сендер кішкене серпілсін дегенім ғой. Әйтпесе, мына Албанның басынан кешкендерін айта берсең, деп Бөрібай баяу күрсініп алды да басын көтеріп отырды. Қазір біз жақсы уақ боп тұр ғой. 16-шы жылы осы жерден үріккенде, қайтып туған жерді көре алмайтын шығармыз дегенбіз. Құдай оңдап, ақ патша тақтан құлап, сәбет өкіметі орнап көзіміз ашылды ғой. Әйтпесе бұл жерге қайтып келу, бүйтіп жайбарақат жүру қайда. Біз қайтып келгеннен кейінде бәрі тыныш бола салған жоқ. Күндіз түні қып-қызыл атыс шабыс, сай-сала толған әскер, бөлшебік пен меншебік деген, ақ қызыл деген шықты. Кіммен кімнің соғысып жатқанын біліп болмайды. Тәпті қарап отырсаң, орыс пен орыс, қазақ пен қазақ соғысып жатқандай көрінеді. Құдай көрсетпесін, қым-қуыт қырғын сүргін. Ел 16-шы жылғыдан ары ұйқы күлкі көрмей, шошымалы боп сансырап кетті. Арғы беттен алдап өткізген екен деп, ел қайта толқи бастады. Бірақ баяғыдай емес, қаптаған әскер қия бастырмады. Сонымен не керек? Қызыл жеңіп, ақ қашып дегендей, әйтеуір тынышталды ғой. Ой, оның бәрін несін айтасың, жиенжан? Әлі жата жастана талай әңгімеге қанығасың. Иә, деп күрсінді таң жарық басын изеп. Жаңағы біраз әзірдегідей емес, қабағы түйіліп, көзі кішірейіп, кірпігін сирек қағып түнере қалыпты. Сәлден соң басын селт еткізіп көтере беріп: Сонымен мына жерді қалай қайтарып алдыңыздар? Әлгі орыстар қайда кетті? Деді Бөрібайға қарап. Иә, ақ патша құлағаннан кейінде бұл казак орыстар сендердің ата-бабаларыңның жеріне бір кезде баса көктеп кіріп, емденіп алып едік. Енді босатайық, жаздық жаңылдық дей қойған жоқ қой. Атасы орыс емес пе? Дүниені жалмап, қырғын салып жүрген орыс әскерлеріне арқа сүйеп, одан ары кергіді. Бұрынғыдай қайта қоқаңдай бастады. Дегенмен Құдай қазақты да бекер жаратты дейсің бе? Қазақтан да орысқа татитын жігіт шықты ғой. Осы кезде Бөрібай орнынан қозғалақтап, көзі жайнап,
әлдегімді көз алдына елестеткендей еңсесін көтеріп қойды. Ой, азаматым-ай, Ораз Жандосоптай жігіт қайда десеңші. Сол Ораз Жандосоп қой, бізге бұл жерді алып берген. Осыдан 4 жыл бұрын 1921 жылы жоғарғы өкімет жер су реформасын жүргізе бастады. Казак-орыстар басып алған жерлер бұрынғы иелеріне қайтарылсын деген заң шықты. Ауыл-ауылға өкілдер шығып, жиналыстар өткізіп, қазақтың ежелгі ата қонысын еріксіз алғандар, адамды қанап жалшылықта ұстағандар тізімге алынып, қатталып шотталды. Бірақ орыстарың бұл кетер емес. Бір күні жаңағы айтқан Ораз Жандосоп бастаған бір топ адам келді Алматыдан. Орыс қазақ аралас екен, ішінде сақшысы да, әскери киінген адамдары да бар. Неше күн ауыл-ауылдар алап жиналыс өткізді. Орысша да, қазақша да ағып тұр екен. Өзі де ақ сазандай қою қара шашын артына қарай қайырған, келте танауының астына 4 бұрышты мұрт қойған келбетті жігіт екен. Саңқылдап тұрып қатты сөйлегенде, түрі сұстанып еш нәрседен айлын жимай келген қазақ орыстарының зәресі ұшып кетті. Алғаш бұл топтан әбден шошымалы күй кешкен қазақтардың өзі сескеніңкіреп, сеніңкіремей, жиылысқа шақырса үрейлене жиналатын. Бара-бара еттері үйреніп, Ораздың ойлап жүргені өздерінің қамы екеніне көздері жете бастағандай болды. Жиылыс десе, тайлы таяғы қалмай түгел жиналды. Шуылдай сауал тастап, тілек шағымдарын айтатын болды. Әр ауылға жиылыс өткізіп, жұрттың арыз шағымдарын тыңдау үшін бірер күн сол ауылға аялдап, өзіне жолыққысы келгендермен ашық жарқын әңгімелесті. Ел ішіндегі көп жағдайларға қанықты. Оған арыз шағым айтуға келгендердің көп-ақ осы жер мәселесіне айналып соға берді. Орыстардан көрген қорлықтарын айтты, ата-бабаларының қара қонысын қайтарып берулерін еңірегенде, етектері тола отырып зарлап айтты. Тіпті орыстармен қақтығыс кезінде болған кісі өліміне дейін жасырған жоқ. Ондай жағдайда Ораз мүлде шыдай алмай, қашан қай жерде болғанын, ол орыстардың аты жөнін қазір танып, дәлелдеп айталасыңдар ма дегендей, бәрін тәптіштеп жазып алды. Осындай шағымдармен қатталған адамдардың тізімінің өзі біразға жетті. Бұл қазақ орыстарың да қарап жата ма? Ел ішіндегі әр түрлі сыбыстан секем алып, кейбір алпауыттары бір түнде көшіп кетті. Кейбіреулері өздерінше қарсыласып бақты. Жерден айырылғысы келмеді. Бірақ оларды бұрынғыдай кергітіп қойған жоқ. Еріксіз жерді тартып алып кедейлерге берді. Оған ызаланған орыстың кулактары қолдарындағы мылтықтарына сеніп, ұйымдасып, жаңағы Жандосоптың шағын тобына қарсы шықпақ ниеттерін білдірді. Дегенмен қаңғырғы ұзын қой, Совет өкіметі қойсын ба, қоқаңдап доқ көрсете бастаған кулактарды баудай тізіп ұстап, тура 21 қазақ орысты бір күні мына айғыр жалда атқызып тастады. Кейбіреуінің дүние мүлкін кәмпескелеп, өздерін жер аударуға ұйғарды. Сөйтіп, әркімнің ата қонысы өздеріне қайтарылып, жерсіз кедейлерге де жер бөлініп берілді. Міне жиенжан, бірінші Совет өкіметі, екінші Ораз Жандосоптың арқасында ата-бабамыздың қара қонысына қайтып қоныстанып отырмыз. Ол кісі қазір қайда? Мықты адам екен ғой өзі.
деп таң жарық риза болып ентелей түсті. Алматыда ғой, өкімет басшыларының бірі. Жалғыз бұл жер емес, Алматының төңірегі бүкіл Жетісу өлкөсін кулактардан тазартып, кедейлерге жер алып берген сол кісі. Мына Қарқараның арғы жағындағы Кеген Жалаңаштан бері қарай осы Текес, Нарынқол өңірлерінде бір айдай жүріп тазалап кетті ғой. Ай бір жасың мың болғыр азамат-ай, бағы ашылып тірі жүрсін әйтеуір, деп Бөрібай қалай әсер етіп отыр дегендей таң жарыққа барлай қарап қойды. Иә, деп осы кезде сөзге Тінәл араласты. Жаңағы жер су реформасы кезінде әр жерге сондай мықты деген көз ашық жігіттерден уәкілдер жіберген ғой. Солардың күші, солардың еңбегі бұл. Қазақ байқұстың кішкене өз жерінде еркін жүріп тұра бастағаны. Япырай, талай нәрселер өткен екен ау бастарыңыздан, деді таң жарық ойлы қалыпта. Бөрібай мен Тінәліге кезек көз тастап. Енді Совет өкіметі оп-оңай орнай салды дейсің бе, жиен жанау. Сен келгелі екі сөздің бірінде ой көрмегеніміз жоқ, бұл күнге әрең жетіп отырмыз деп босқа зарлап жатқан жоқпыз. Енді әйтеуір Құдай түбін берсін деп Бөрібай әңгімені осымен доғарсақ дегендей ыңғай танытты. Бұрылып күн көзіне қарады. Ой, бесім болып қалыпты ғой. Қалай отыра береміз бей? Біраз әңгіменің басын қайырдық қой деймін. Орыннан тұрды да үсті басын қағынып сілкініп, ауыл жаққа көз салды. Айғыр жалдан бергі көк жазықтағы үздік создық отырған ауылдардың ақшаңқан үйлері жап-жасыл далада өзінше жарастық тауып көзге басылады. Текес өзенің көм көрген ну тоғайда көгілдір түспен бұйраланып, мынау тамылжыған табиғаттың уылжыған көрінісіне айрықша өң бере түскен. Бір келкі тұтасқан ағаштардың арасынан ирелеңдеген Текес өзенінің иіндері ағараңдап көрініп қалады. Кіші қақпақтың жіңішке өзенінің Текеске құяр сағасында отырған болыс ауылы, ауыл ортасындағы болыстың 6 қанатты ақ ордасы көзге ерекше шалынады. Бөрібай байқап отыр, төменнен ауылға 3-4 аттылы келіп түсті. Болыс кеше Байынқол жаққа кетті деп еді, солар болды ғой деп топшылады. Тінәлі мен таң жарық та орындарынан тұрды. Рахмет бөкі, шындығында талай әңгімеңізді естідік, талай нәрсеге көзіміз ашылды, деді таң жарық Бөрібайға жақындап келіп. Иә, бөкеңнің әлі талай әңгімесін естейсің, ақын балау, деп Тінәлі де орыннан тұрып ары-бері жүрді. Сәл ғана бойларын жазып, ауыл жаққа көз салып, аз тұрғаннан кейін үшеуі аттарына мініп, үлкен қақпақтың аңғарын өрлеп жоғары тартты. Бөрібайдың бағанағы сөзі бойынша Қазбек байдың ауылынан қымыз ішіп қайтпақ. Бірінен бірі өткен 3 сайгүлік құлақтарын қайшылап, ара-тұра пысқырынып қойып, сылаң жүріспен лыпып басады. Аңғарды едәуір жер өрлеп барып, үлкен бір тұмсықты айналғаннан кейін, Қазан шұңқырдағы кең қолатта отырған ақбоз үйлі үлкен ауыл көзге басылып, өзінше шақыра берді. Екі ауылдың ортасындағы ертелі кеш шалдар әңгіме дүкен құрып отыратын кішкене төбеге сәске кезінде қараң-құраң адамдар жинала бастады. Алдымен ауылдың төр жағындағы болыстық кеңсе аталған 6 қанат ақ үйден ескілеу ағаш үстел әкелініп, төбенің дәл ортасына орнатылды да, оның үстін төгілдіріп қызыл шүперекпен жауып қойды.
қасына бірден екіден орындықтар әкелініп қойылып, үлкен бір жиын топқа дайындалып жатты. Бұл кезде таңертеңгі шайларынан кейін есік алдына шыққан ауыл адамдары төбе жаққа таңғала қарасады. Төменіректегі мал өргізіп, бие байлап, шаруамен айналысып жүрген кедейлер де бұл жаққа жалтақ-жалтақ қарасып, ауылдан ұзап кете алмай елеңдесіп жүрді. Болыс 3-4 күн ауылда болмап еді, бір тосын әңгіме болған ғой. Елді жинап, жиын өткізбек қой өзі деген оймен, әркім өз есігі алдарына топтана тұрып, төбе жақтан көз алмайды. Бұған дейінде мұндай жиын топ талай болған. Онда көбіне кез келген кедейдің қараша үйіне елді жинап, үйге сыйғаны кіріп, сыймағаны сыртта тұрып дегендей қарапайым өткізе салатын. Рас, осыдан 2 жыл бұрын Ораз Жандасов келгенде, дәл осындай далаға үстел орнатылып, үйдің төбесіне қызыл ту қадалып, үлкен жиын өткен. Мұндай жиындарға қазір әсіресе кедейлердің бойлары үйреніп, белсенділік көрсете бастаған. Бұрын жиылыс топ десе, үрейленіп қашқақтап тұратындар, қазір кәдімгідей ой пікірлерінде білдіріп, байларға деген өте бір ызалы жағдайларында айтысып қоятын. Ал байлар жағы мұндай үлкен жиын десе, кейінгі уақытта үрейленіп, құттары қаша бастайтын болған. Бұлар да сол жер-су реформасы жүргізілген кезде, әсіресе кулактарды сұрақ қалып, дүние мүлкін тәркілеп, өздерін жер аударып, алдын атып, жерлерін тартып алып, кедейлерге үлестіріп бергенде, қатты шошып қалған. Қазіргі күндері мұндай үкімет адамдар келіп, үлкен жиылыстар өткізсе, дүниенің аңысын аңдып, ауыздарын бағып, бейтарап отырады көпшілігі. Бүгінде ауыл ортасындағы мына қызыл үстел қойылған төбеге кедейлер, жарлы жақбайлар бір түрлі үміттене қараса, байлар, ірілер жағы күдіктене, үрейлене қарайды. Үйлеріне кіріп шығып, мазасыз күймен тықыршып тұрғандары байқалады. Болыс шабарманы атпен желіп жүріп, ауылдар алап, болыс жиылыс өткізеді, үкімет адамдары келіпті, жоғарғы жақтан келген уәкілдер бар, қазір анау төбеге жиналыңдар деп хабарлап шыққаннан кейінде, қандай не жиналыс екенін білгісі келіп жүргенмен, бірден жинала қоймады жұрт. Болыс бастаған 3-4 адамның төбеге елден бұрын барып тұрғанына да талай уақыт болды. Олар да іштері пысып, ары-бері жүріп, бір отырып, бір тұрып, өзара күбірлесіп, жан жаққа көз тастасып тұр. Үздік создық топ-топ болып төбеге бет алған жұрт, үлкен сәскеде жиналып біткендей болды. Өріске шығып мал соңында жүрген кедей батырақтардың кейбірі атпен, өгізбен келіп қарап тұр. Ауылдың шетіне таман тұратын мырзалардың да атпен келгендері бар. Жұрттың соңын ала келген, жақсы киінген, әне бір 4 жігіт те, күміс тартпалары жарқ-жұрқ еткен аттарын анадай жерге қалмақша айқастыра байластырып қойып, қамшыларын бүктеп ұстап, ақырын басып топтың шетіне келіп тұрды. Топтың төбеге жақын тұрғандары біраздан кейін малдас құрып отыра бастады. Кейбірі бір жан бастап қисайып жатыр. Күн шақырайып едәуір жылы болып тұрса да, сең-сең бөріктерін милықтата киіп алғандар, қаудыр тондарының белін жіппен буынған кедей малшы жалшылар, төбедегі төрелерден көздерін алмай тына қалған.